Жарқайың ауданының аумағында маңызы жоғары, ерекше мәдени мұра, сәулет айрықша діни мәнге ие ескерткіштерінің бірі Қызылтам кесенесі. Ахмет кесенесінде тұрмыз. 1912 жылы жерленген деп айтады. Енді биіктігі 7 метрден астам аңыз бар ол туралы. Ол кісі бір күні ұйықтап қалған ғой. Сондай аңыз бар. Ұйықтап қалған, оята тұр десе тұрмайды. Сосын жерлеген ғой ол кісіні. Жерлеген. Сонда 3 күннен кейін мұнда дыбыс шығады дейді. Зираттан дыбыс шығады екен. Шалдар жиналып, сосын кеңес деген ғой. Мұнда айтқан екен. Өре қарайық, ана кісі не болған екен. Ашып қараса, ана кісі тірі екен. Шайтан соқты, шайтан ұрды деп, кісінің басына ұрып, қайтадан жерлеген дейді солай. Литургический сон дейді ғой. Литургический сон 10 күн ұйықтайды, 20 күн, 20 жыл может адам. Кейбір адамдар бала көтермегендер бала көтереді. Қасиетті жер өте. Біреулер қыстығын адасса, келсе, мұнда вот орын табады. Осында түндеп, таңертең кетеді. Елбасының білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасы тәуелсіз Қазақстанның рухани кеңістігінің жаңа бастауы болмақ. Болашақты жаңғырту үшін руханият пен білім керек. Бұл орайда тарихтың, әсіресе тарихи мұраның орны ерекше.